Атомның көтін айырды ғой. Казахстан решает, если Узбекистан позволяет. Что ты между нас включаешь? Казахи так не пишут. Я, достар, біздің Еркебұлан Тоқтар осы айдың 25 күні өзбек жауынгер Никулинмен бокс ережесі бойынша шығады. Ал бір-бірлерімен ерегесуді әзірден ақ бастап кетті. Сендермен бірге төбелес арнасы. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Всем приветствую, всем ассаламу алейкум. 26 декабря на Фуму-арене я буду вырубать Еркебулана Тоқтара. Мыналар менің атымның көтін айырды ғой. Біреуі Еркебулян дейді, мынау Тоқтар деп тұр. Еркебулан Тоқтар. Поэтому Узбекистан полный газ. И самое главное, казахи пишут, Казахстан решает. Казахстан решает, если Узбекистан позволяет. Ты в натуре тупой, Тимур. Что ты между нас включаешь? Казахи так не пишут. Решает, позволяет. Өзі айдалада тұрады да, өзі Россияда тұрады. Қазақтар мен өзбектер қырылыстырып қоймақшы да. Қазақтар мен өзбектер қырылыспайды. Не они будут драться, братуха. Не казах с узбеком будет драться. Я дерусь с тобой. Еркебулан Тоқтар дерется с Тимуром Никулиным. И ты меня не будешь вырубать. Я тебя буду вырубать. И вообще былай тастамайды. Тұрып аласың да, туыңды орайсың да. Еркебулан! Солай дұрысырақ болады. Ақпат жинайсың, бауырым. Мынау қате. Сөз жаттамаған еще. Кадр қисық. Кесей мен біраз нәрсе үйретемін саған. Дух. В общем, достар, мына бойды Еркебулан Тоқтардың жеке концерті қылып жіберейік та, ана сайтқа кіріп, сайттың миын ашытып, билетін бәрін сатып алып, арена полный өзіміз отырсақ прикинь. Мына бой Өзбекстанда болыватыр ма, Қазақстанда болыватыр ма, не болыватыр өзі дейтінші. Мен еще 2-3 күн бұрын келем. Бәріміз кезек. Мен қай гостиница жатқанымды айтам. Сол жерде жатсақ, тамақ ішіп, ығы-жығы, шу болып жүрсек, керемет емес па? Сөйтіп Никулинді ұтып алып, қайтсақ. Шымкентке кеп, жақсылап бір шашлык жеп, отырып, бір бітірген іс болды ау бұл депші. Мен өзімнің врачым бар, личный. Мен ондай ішкі құрылыстарыма серьезный подходпен қараймын да, мен врачым бар. Сол қарап жүреді. Мен анализ тапсыр деген уақытта барып тапсырам, бойдың алдында обязательно тапсырам. Сөйтіп ол маған айтып береді. Мына анализдарымның бәрін тапсырдым, ол маған айтты, сенің состояниең шикарный болып тұр. Сен бойға дайынсың, бұл тренировканы істейсің, тек қана сөйтіп шығасың. Енді маған өте көп сұрақтар келіп жатыр, қай жерді тапсырамыз, не істейміз, қаншаға тапсырамыз. Оны енді сен врачың болмаса, сәл қиындау да, бірақ бір жолы бар да. Барасың жаңа инвитро. Почему инвитро? Мен бүкіл нелерді тексеріп шықтым, барлық жерді. Инвитро ғана точно показания береді. Мен врачымды айтқан сол инвитроға тапсыр деп. Барасың, айтасың, тестостерон деңгейін тексеріп алайын деп едім. Сенен қан алады венаңнан, қолыңда венаңнан қан алады. Сөйтіп сол қанмен бір суткадан кейін шығарып береді. Примерно бір 10 теңге ма, мен енді көп анализ тапсырамын ғой, тестостеронға тапсырсаң, сол 10 теңгедей шығады. Оны ChatGPT-ға саласың анализдерін. Сөзін осы ChatGPT бәрін айтып береді. Так, достар, мен бойға дайындық бастаған кезде бірінші кезекте анализ тапсырам. Міне 4 күн тапсырған, міне. Инвитрода тестостерон 70 болып тұр. 70. 8-де 9 бен 42-ның арасында норма. Мынау повышенный. Повышенный деген сөз переміз деген сөз ғой. Ұрамыз бұйырса. Иншалла. Тестостерон төмен болса қиын. Сол үшін мен анализ тапсырам, өзім ішкі состоянием біліп алам бойға дейін. Сыртынан көрінбеуі мүмкін. На характере жүре бересің. Бірақ на анализін сен айтып береді ғой. Не екенін. Что ты представляешь? Міне, что я представляю. Тестостерон 70-те 63. Ол повышенный деген сөз. Короче, дайындығына көмектесейік деп Қазақстанның почти барлық боксерлар жазып отыр ғой. Кел, брат, залға кел, көмектесемін, дайындаймын. Сонымен бүгін қазір Батыр Жүкенбаевқа келдім. Америкада төбелесіп жүрген боксер. В общем, бәрі атсалысып жатыр.
атак анализ тапсырып, бер жүруге ерінсең, бір вариант бар. Менде машинамда жатып, пролайнда аласың, басыңды қатырмайсың. Сенің тестостероның нормада болуы мүмкін, или пониженный болуы мүмкін, повышенный болмайды бірақ. Бұл сен тестостероныңды көтереді. Сен анализ тапсырудың қажеті жоқ, оны білудің қажеті жоқ. Бұл саған пайдасын алып келмесе, зиянын алып келмейді да. И сосын сен анализ тапсырып, оны врачыңа жіберіп, или ChatGPT-ге айтсаң, саған ананы ал, мынаны ал, аптекада мынаны аласың, мынандай. Соның барлығын алғанның орнына мына комплексті аласың болады. Өйткені бұның құрамында коллаген бар. Белокты синтездайды, мышечный массаның өсуіне алып келеді. Тестостерон көтерілсе, мышечный масса өседі, так и так. И коллаген белокты синтездайды. Биотины бар, минералдар, витаминдер комплексы бар. В общем, саған врачың анан ал дегеннің барлығы осының ішінде міне. Мынаның ішінде. Ал қырғыздар болса бізден мотиваторға ашулы. Чорт, Ануарбек, мотиватор. Тұрышыңмен сен көтсің. Еркек айтайын ба? Сен біздің қырғыз елінің тұзына түкірдің. Сен Марселдің кеше видеосын шығарыпсың. Алло. Марсель, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, брат. 35 миллион тенге прилагал против Еркебулан, брат. Булачка. Эй, Марселёнок, 35 миллион деп әңгімені сойып тұрсың ғой сен дегенде. Сен UFC-ге шықсанда 35 миллион бермейді саған, не әңгімені соғып тұрсың халықтың натурина. Алдап. Марсель топ поездердің бірі деп біз есептейіз қырғыз елі. Еркек чече. Марсель аннан көп суммаға татықты бола. Сен өзің 500 теңгеге да ұрша тұрған бала емессің. Сені қазақ елі ептеулі қармап жүреді. Еркек айтайын. Сені чортту, 200-ді пидераз адамды білбем, көтіне бір теулі шығарып қойш керек. Мына Қырғызстанға келдің, бір жақшына тосып алды ғой Марсель. Просто азыр күчірді Қырғызстанда қонақта жүреді, ошол себептен сыйлайлы. Шо қазақ қырғыз бір тұрған бірақ құш келіпсіз Қырғызстанға. Еми, артынан сүйлөп, су құйып, чорт, тұрышыңмен сені көтекезің айттам ғой. Самозванец, мен сені бұға чейін вообще білчімеспін, еркек кетші. Махамбет Лепшадан жеп қалғаннан бері кішіне біраз біліп қалды қырғыз елінше. Еркек кетші, жақшы түшіп қалдың, ұқтап қалдың. Ошонда ғана білдік. Сен Марсельдинче 5 секундтукчу пиромна чыдабайсың. Путуңу сындырып қойды, сасық путуңу. Көттүңү кысып жөн жүрсең, мурдуң ар жерге тыгы бербей. Мурдуң бок болуп калат. Bir gün çağılıp кетесің. Иә, достар, не ойлайсыңдар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, қош аман, сау болыңдар.